пессари уақытына жетіп босануыма көмектесе алмады. Не себепті екенін білгіңіз келсе, алдымен каналыма тіркеліп, маған лайк басып қолдауларыңызды сұраймын. Рахмет. Естеріңізде болса, мен алдыңғы видеомда шейканың қысқа болуына байланысты маған акушерский пессари доктор Арабина дегенді салды деп айтқан болатынмын, иә. Қанша аптада салды, қанша миллиметр болды менің шейкам, барлығын білу үшін, естеріңізге түсіру үшін алдыңғы видеоны көріп алсаңыздар болады. Ал мен бұл видеода өзімнің қанша аптада босанғанымды, не себепті маған акушерский пессари көмектесе алмады, гинекологтың маған айтқан ескертулерін толық орындай алдым ба, сол туралы қазір сіздерге толық ашып айтып беремін. Бізде қазақта жүкті әйелдерге қатысты айтылатын мифтерден бөлек көптеген қатып қалған қағидалар бар. Үнемі айтыла беретін. Соның біреуі жатпа, көп қимылда,